Инсулин ұйқы безі бөлетін гормон. Ол қандағы қант деңгейін реттеуде маңызды рөл атқарады. Алайда қант диабетіне шалдыққан адамдарда ұйқы безі инсулинді өте аз бөледі немесе мүлдем шығармайды. Бұл қан құрамындағы қанттың шектен тыс артып кетуіне алып келеді. 20 ғасырдың басында қант диабеті өте қорқынышты диагноз еді. Емі болмағандықтан миллиондаған адам сырқаттан азап шегіп өмірден өтіп жатты. Бірақ инсулинді бөліп алу адамзаттың өмірін өзгертіп медицинадағы төңкеріске алып келді. 1921 жылы канадалық ғалымдар Фредерик Бантинг пен Чарльз Бест осы сырқаттың емін табу жолдарын зерттеді. Көптеген тәжірибелер жүргізу арқылы олар тарихтағы ең ұлы жаңалықтардың бірін ашты. Бантинг пен Бест иттің ұйқы безінен инсулинді бөліп алу арқылы диабетті емдеу жолын тапты. Инсулин екпесін алған сырқаттардың өмірі біржолата өзгеріп, қалыпты өмірге қайта орала бастады. Енді өлім жазасындай болған аурудың емі бар. 1923 жылы Фредерик Бантингке Нобель сыйлығы берілді. Бүгінде инсулин жер бетіндегі миллиондаған адамның өмірін сақтап тұр. Қант диабетіне шалдыққан адамдардың үміт шырағын жаққан Фредерик Бантинг пен Чарльз Бест сияқты ғалымдардың есімі адамзат тарихында алтын әріппен қалары анық.